Бүгінгі сабағымызда қазақ хандығының құрылуын қарастыратын боламыз. Қазақ хандығының құрылуы жалпы 1465 жылдан бастап 1848 жылға дейінгі аралықта қазақ хандығы өмір сүрген болатын. Енді қазақ хандығының қалыптасу, құрылу алғышарттары мен жалпы себептері және құрылған территорияларын хандармен бірге қарастырамыз. Олай болса, бастайық. Қазақ хандығының қалыптасу кезеңдері. Ең алдыменен бізде қола дәуірі. Осы қола дәуірі бізде ежелгі Қазақстан тарихы тас дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі болып үш кезеңге бөлінеді. Қола дәуірінде Қазақстан территориясындағы өмір сүрген андрон тайпалары болған болатын. Темір дәуірі жалпы екі кезеңге бөлінеді: ерте темір және кейінгі темір дәуірі болып. Қола дәуірі мен темір дәуіріндегі адамдардың тұрпаты жалпы үнді еуропалық тіл тобына жатқызылған болатын. Ерте темір дәуірінде және кейінгі темір дәуірінде өмір сүрген 5 тайпалы одақ бар. Олар бізге белгілі. Ең алдыменен сақтар, екінші сарматтар, үйсіндер, қанлы және ғұн тайпалары. Қазақстанның қазіргі қазақ руларының ішінде үйсін және қанлы тайпалары бар. Яғни осы 300-нің ішіндегі тайпалардың рулардың ішіне жатқызылады. Енді бірінші мыңжылдықтан темір дәуірінен кейін бізде Қазақстан территориясында қағанаттар өмір сүрген болатын. Қағанаттар. Ең алдыменен Қазақстан территориясында 6 ғасырда түркі қағанаты өмір сүрген болатын. Ол бізде 552 жылдан 603 жылға дейін. Әрі қарай батыс түрік қағанаты түргеш, қарлы, қимақ, қыпшақтар, қарахан, қарақытай мемлекеттері Қазақстан территориясында қалыптасқан болатын. Кейін бізде 13-14 ғасырларда қазақ жеріне өте ауқымды моңғол шапқыншылығы болған болатын. Ал негізгі қалыптасу кезеңі бізде 14-15 ғасырларда нақты қазақ халқының қалыптасу кезеңі аяқталған болатын. Екі кезеңді құрылым бойынша қарастыратын болсақ, ол бізде бірінші үнді-еуропалық кезең, ол қола және ерте темір дәуірлерін қамтиды. Бұнда Қазақстан территориясында андрон тайпалары өмір сүрген болатын және Еуропа тектес белгілер қалыптасқан болатын. Екінші кезең бізде түркілік кезеңі. Бұл түркілік кезең жаңа жоғарыда атап өткен тайпалық одақтардан әрі қарай қағанаттарды қарастырдық. Осы қағанаттардың барлығы түркілік кезеңге жатқызылады. Бірінші мыңжылдықтан бастап түркі мемлекеттері жаңа атап өткендей, бұл кезде бізде моңғол тектес белгілер қалыптасқан болатын. Және ең көп қалыптасып таралған тіл түркі тілі осы түркілік кезеңде қалыптасқан. Андрондық және ғұндар. Андрондық тайпалар қола дәуірінен бастап Қазақстан территориясында өмір сүрген болатын. Осы андрондық тайпалар Қазақстан аумағындағы тұрғындардың ертедегі негізін қалаған болатын. Бұлар үнді еуропалық тектес белгілерде байқалған. Екінші темір дәуірінде ғұндардың қоныс аударуымен тікелей байланысты Қазақстан аумағына моңғол тектес белгілер келген болатын. Бұл этникалық жағынан маңызды өзгеріс болып табылады. Моңғол тектес белгілер ерте темір дәуірінде бүкіл аймақ тұрғындарының өзгеруіне алып келген болатын. Ғұндар жалпы Алтай жерлерінде өмір сүрген болатын. Бұлар көрші жатқан негізгі оңтүстігіндегі ғұндардың ол Қытай империясы болған болатын. Осымен бізде жаңағы андрондықтарды да ғұндарды да қарастырдық. Әрі қарай орта ғасырларға
өтетін болсақ, орта ғасырлар бізде 6-шы ғасырдан бастап 17-ші ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Кей керекте 18-ші ғасыр. 18-ші ғасыр, яғни 1715 жылғы Тәуке ханның қайтыс болуымен тікелей байланысты. Орта ғасырлар кезеңі 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Ол бізде бірінші ерте орта ғасырлар кезеңі, орта ғасыр, яғни дамыған кезең, және кейінгі кезең ол тікелей қазақ хандығының құрылуына байланысты. Ерте орта ғасырлар тарихы 6-шы және 9-шы ғасырларды қамтиды. Ерте феодалдық мемлекеттердің құрылуы ол бізде 6-шы ғасырдан бастап 552 жылдан бастап түрік қағанаты, кейін батыс түрік қағанаты, түргештер, қарлұқтар, қимақтар, қыпшақтар, оғыз мемлекеттері Қазақстан территориясында өмір сүрген болатын. Шаруашылық пен мәдениет орта ғасырларда барлығында бірдей дерлік ұқсас болған болатын. Түркі тілі әрбір мемлекетте барлығында түркі тілі болды, және көшпелі отырықшы мәдениеттердің дамуы. Қазақстан территориясындағы орта ғасырлық мемлекеттердің барлығы дерлік көп бөлігі көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан болатын. Қосымша кәсіп ретінде аңшылықты және егіншілікті дамытқан болатын. Дамыған орта ғасырлар кезеңінде, яғни орта ғасырлардың екінші кезеңі дамыған орта ғасыр. Дамыған орта ғасыр бізде тікелей моңғол шапқыншылығымен байланысты 13-14 ғасырларда. Этностың қалыптасу үрдісі моңғол шапқыншылығы кезінде баяулап тежеліп қалған болатын. Тұрғындардың біраз бөлігі, немесе Қазақстан көп бөлігі тыс жерлерге қарай көшіп кеткен болатын. Моңғол шапқыншылығы кезеңінде бәрімізге белгілі атақты хан, қолбасшы Шыңғыс хан 1206 жылдан 1227 жылдар аралығында ел билеген болатын. Енді бұл Қазақстан территориясына тікелей шабуылы 1219 жылдан бастап 1224 жылдар аралығында жалпы Қазақстан территориясы мен Орта Азия бөліктерін толығымен жаулап алған болатын. Моңғол шапқыншылығы кезінде Қазақстан территориясы мен толығымен моңғол шапқыншылығына душар болады. Кейін Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін 1227 жылдан бастап Қазақстан территориясын Шыңғыс хан 3 жылына бөліп берген болатын. Яғни Шыңғыс ханның 4 ұлы бар, осының 3 жылына Қазақстан территориясын бөлген болатын. Ол үлкен ұлы Жошы Қазақстанның солтүстік, орталық, батыс аймақтарын бөледі. Екінші ұлы Шағатайға Қазақстанның оңтүстік, шығыс бөлік Шағатайға беретін болған. Және де үшінші ұлы Үгедейге Қазақстанның шығыс бөлігі мен батыс Монғолия аймағы тиген болатын. Ал Шыңғыс ханның 4-ші ұлы Төлеге Қара Шаңырақ Монғолия жері кірген болатын. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін мемлекетке қаған ретінде 3-ші ұлы Үгедей таққа отырған болатын. Бұл 3 ұлдың да анасы ретінде тарихта Бөрте айтылады. Яғни Шыңғыс ханның үлкен бәйбішесі. Әрі қарай қазақ атауы. Қазақ атауы қалыптасуы. Жаңа айтып өткеніміздей, жалпы қазақ атауы 14-15 ғасырларда тікелей дамып, өзінің тарих сахнасына ресми түрде көтерілген болатын. Осы кезде 14-15 ғасырларда қазақ тілі түпкілікті қалыптасқан болатын. Қазақ атауының жайлы бізде көп деректерде ерікті, еркін деген мағынада қолданылған болатын. Орталық мемлекет қалыптасқаннан кейін жалпы 15 ғасырдың ортасында өзбек ұлысынан бөлініп, жаңа мемлекет қалыптасқан болатын. Енді қазақ хандығының қалыптасуына әсер еткен жағдайларды және негізгі мәліметтерді қарастыратын болсақ. Жалпы Қазақстан территориясында моңғол шапқыншылығынан кейін моңғолдардың ең алғашқы құрылған мемлекеті Ақ Орда болған болатын. Шыңғыс ұрпақтарының құрған мемлекеті.
Одан кейін Қазақстанның батыс аймағында Ноғай ордасы құрылған болатын. Моғолстан жаңа Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатайдың құрған Моғолстан мемлекеті мен Әмір Темір мемлекеті болып екіге бөлінген болатын. Осы шығыс бөлігінде Моғолстан мемлекеті құрылған болатын. Бұны ең алғаш рет құрған Тоғылық Темір болған болатын. Енді қазақ хандығына тікелей әсер еткен, тарих сахнасына ресми түрде шығуына өте үлкен үлес қосқан Есен Бұға Моғолстан ханының қолдауының нәтижесінде қазақ хандығына құрылған болатын. Және де екінші әсер еткен, ол өте үлкен, орасан зор әсерін қалдырған, ол әрине Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығын көшпелі өзбек мемлекеті деп те атайды, Шайбани ұлысы деп те атаған болатын. Ал тікелей Әбілқайыр хандығы деп аталуының себебі Әбілқайыр бұл мемлекетті 40 жыл бойы елді билеген болатын. Сол себепті тарихта Әбілқайыр хандығы деген атаумен қалған болатын. 1457 жылы Сығанақ түбінде шығыстағы ойраттардың ол кездегі басшысы Үстемір Тайшыдан Әбілқайыр 1457 жылы жеңіліс табады. Осы жеңіліс табуының үлкен әсерімен орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек Моғолстанға қарай Есен Бұғадан жер сұрап көшкен болатын, Жетісу жеріне қарай. Тағы бір тікелей қазақтардың шығысқа қарай, Моғолстанға қарай көшуінің бірден бір себептерінің бірі бұл кездегі Қобыланды батырға да тікелей әсер етуі қазіргі тарихшылардың пікірлерінде жазылып отыр. Қобыланды батыр, бәріміз білеміз, орта жүздегі Қыпшақ руының өте атақты, мықты батыры. Осы Қобыланды орта жүздің арғын тайпасының биі әрі батыры Ақжолды Әбілқайырдың айдап салуымен 1457 жылы жекпе-жек барысында өлтірген болатын. Енді нақты деректер белгісіз, бірақ кей деректерде Ақжол би бұл жекпе-жекті күтпеген болатын, және де сауыт сайманы да, қару-жарағы да өзімен бірге болмаған деп келтіріледі. Осы жекпе-жекте Қобыланды Ақжол биді өлтірген болатын. Ақжол би ел арасында қазақ халқының тайпалар арасында өте беделді би болған болатын, әрі батыры. Моғолстан ханы Есен Бұға 1462 жылы қаза тапқан болатын. Осы қаза тапқаннан кейін араға 3 жыл салып 1465 жылы қазақ хандығы құрылған болатын. Енді қазақ халқының құрылуы, қазақ халқының бастапқы кездегі хандарының барлық мәліметтер бізде Мұхаммед Хайдар Дулатидың Тарихи Рашиди еңбегінде айтылады. Осы Тарихи Рашиди еңбегінде қазақ сұлтандарының билігі 870 жылдан бастап, яғни 1465 жылдан бастап жазылған деп айтылған болатын. Жалпы қазақ хандығының құрылған уақыты 1465 жыл. Мұхаммед Хайдар Дулатидың ескерткіші қазіргі Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Тараз қаласында орналасқан. Енді алғашқы хан бізде Болат сұлтанның баласы Керей хан болған болатын, қазақтың ең алғашқы ханы. Керей мен Жәнібек екеуі көшті бастағанымен ақ киізге отырып Керейді сайлаған болатын. Себебі Керейдің жасы Жәнібекке қарағанда үлкен болғаннан кейін. Қазақ ұлтында бар үлкенді сыйлау, осыған байланысты Керей қазақтың алғашқы ханы болған болатын. Керей қазақ хандығы 1465-1466 жылдар аралығында билейді. Кейін Керей қайтыс болғаннан кейін қазақтың екінші ханы Жәнібек 1466 жылдан 1475 жылға дейін ел басқарған болатын. Керей Болат сұлтанның баласы, Жәнібек Барақ ханның баласы. Ал екеуі де негізі орыс
кей деректе Ұрыс ханның ұрпақтары. Кейін Керей ханнан кейін Жәнібек отырады, Жәнібектен кейін Бұрындық хан отырады. Бұрындық Керей ханның үлкен ұлы, баласы. 1480-1511 жылдар аралығында ел билеген болатын. Керей Жәнібек сұлтандар 1459-60 жылдары Әбілқайыр хандығын алым-салық жинау көтерілуіне қарсы шығып, Жетісуға қарай көшкен болатын. 1465 жылы Шу-Талас алқаптарында қазақ хандығын құрады, алғашқы хан Керей болады, және де астанамыз ту тіккен жері Қозы Басы жері болған болатын. Кейін 1468 жылы Керей қайтыс болады, билікке Жәнібек отырды. Әбілқайырға байланысты мәліметтерге тоқтала кетер болсақ, Әбілқайырдың жинаған әскерінің көптігі туралы жазған Махмұд ибн Уәли тарихшы. 1468 жыл Әбілқайыр ауырып, Жетісуда Жеті құдық деген жерде қайтыс болған болатын. Енді бәріміз білеміз, енді кинода, жалпы қазақ хандығының киносында Әбілқайырды баласы Шайбани мен Жәнібек сұлтанның баласы Қасым екеуі жекпе-жекке шығады. Сол жерде жекпе-жекте барысында Әбілқайырдың жүрегі ұстап, сол аурудан қайтыс болған деп көрсетеді. Ал бұл жерде ауырып қайтыс болды деп айтылған болатын. Нақты жылы 1468 жылы. Өзбек хандарының иеліктерінде берекетсіздік пайда болды. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін Рузби хан өзінің дерегінде жазған болатын. Мұхаммед Шайбани. Мұхаммед Шайбани Әбілқайырдың немересі. Мұхаммед Шайбани. Шайбанилер Елбарыс пен Белбарыс Хорезмді басып алып, Хиуа хандығын құрған болатын. Яғни Хиуа хандығын Елбарыс пен Белбарыс деген сұлтандар құрған болатын. Шайбанилердің астанасы Бұхара қаласы. Бұхара қазіргі Өзбекстан жеріндегі ең ірі қала. 16 ғасырдың бірінші 10 жылдығында қазақтардың негізгі қарсыласы Мұхаммед Шайбани болады. 1509-1510 жылдары Мұхаммед Шайбани Керей мен Жәнібектің мұрагерлеріне қарсы бірқатар жеңісті жорықтар ұйымдастырған. 1510 жылдың басында соңғы жорығы Сығанақ түбінде болған болатын. Ол жерде Қасым сұлтанның әскерінен Мұхаммед Шайбани жеңілген болатын. Мұхаммед Шайбани бұл жеңілістен кейін 1510 жылы Иран шахы Исмаилмен де соғысады. 1510 жылы Мерв түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбани әскері жеңіліп, өзі осы шайқаста қайтыс болған болатын. Бұрындық хан, қазақтың үшінші ханы, 1495 жылы орталық Қазақстанда өз билігін толығымен орнатқан болатын. Жетісудың орталық Қазақстанның көшпелі тайпаларын біріктірген болатын. Тарихи Рашиди еңбегінде өзіне жақын топпен бірге қартайған шағында Самарқанға кеткендігі туралы айтылады. Бұрындық хан ел билік құрған кезінде кез келген уақытта деп жазды Рузби ханның еңбегінде. Аттарына мініңдер, жауға аттанамыз деп бұйрық берген мезетте жер қайысқан, қол жиналған деп Бұрындық ханның сыртқы саясатта өте мықты хан және әскер арасында беделді болғандығын Рузби хан жазған болатын. Осылай бізде 1465 жылы құрылған Шу-Талас алқаптарындағы қазақ хандығын 550 жылдығы 2015 жылы Ұлы далада құрылған қазақ хандығының 550 жылдығы аталып өтілген болатын. Оны бабалар рухының қайта түлеп жаңғыруы деп қабылдауымыз керек. Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесі мемлекетіміздің ерекше қуаты мен еркіндігін, абыройы мен беделінің, азат рухының нышаны болып табылады.